Қайырлы күн, сіздермен бірге мен Кәрімбек Нарбек Әзімұлы. Бүгін біз орталық және перифериялық жүйке жүйесінің екінші сабағы ми анатомиясына тоқталатын боламыз. Жалпы біз жұлын анатомиясын айтқандай, біз оңай анатомиялық құрылымнан қиын анатомиялық құрылымға қарай жүретін боламыз. Яғни біз төменнен жоғары қарай жүріп отыратын боламыз. Яғни біз сопақша миға, одан кейін көпірге, миышқа, ромбтар шұңқырға, ортаңғы миға, аралық миға, одан кейін үлкен ми сыңарларына тоқталатын боламыз. Осылай біз біздің анатомиялық түсінігіміз түсініктірек әрі есте қалатындай болады. Жалпы енді біз миға шолу жасайтын болсақ, миды біз сыртынан қарап тұрған кезде негізгі бір үш бөлігін көреміз. Ол біздің жалпы үлкен ми, одан кейін миышық және де мидың көреміз. Не болмаса ми сабауы. Одан кейін біз мидың негізгі 5 бөлігін ажыратамыз. Олардың функционалды қызметтерін және де шекараларын бөлуіне байланысты. Ол ең біріншісі сопақша ми, медула облонгата. Екіншісі көпір, понус. Одан кейін бізде миышық, церебеллум. Одан кейін ортаңғы ми, мезенцефалон және де аралық ми, гиенцефалон. Одан кейін бізде мидың сыртында тұрған, яғни бізге қыртыстармен, жүргілермен көрінетін, ол бізде үлкен ми сыңарлары, гемисферия церебралис болып табылады. Енді біз жоғарыда атап өткендей, оңайынан қиынына қарай жүреміз. Ең алдымен сопақша мидан бастаймыз. Сопақша ми, медула облонгата. Ең алдымен бұлардың біз шекараларын анықтаймыз. Алдыңғы төмен шекарасы, мынау бізде сопақша ми. Жалпы ұзындығы 25 мм, не болмаса 2,5 см ғана, өте кішкентай құрылым. Осыған байланысты бізде бұның шекараларын анықтаймыз. Яғни қай ми бөліктермен бұл шекараласып жатады, қай орталық жүйке жүйесімен шекараласып жатады, соған тоқталамыз. Алдыңғы төменгі жағынан пирамида қиылысы. Мына жерде біз жұлын анатомиясын айтқан болатынбыз. Жұлынның алдыңғы бөлігі ол пирамидалық жолдар орналасқан, яғни біздің санамызға бағынатын қимыл қозғалыстарды жасауға қатысады. Біздің бұлшықетімізді жиырады, не болмаса босаңсиды деген секілді. Енді осы жолдар мидан былай төмен түсіп келе жатып, олар қиылыс жасайды. Осы пирамидаға келген кезде олар қиылыс жасайды. Қазір біз пирамида дегеніміз не? Солардың бәрін тоқталамыз. Осы пирамидалардың қиылысы бізде алдыңғы төменгі шекарасы болып табылады. Яғни сопақша мидың алдыңғы төменгі шекарасы ол пирамидалардың қиылысы. Ал алдыңғы жоғарғы шекарасы бұл көпірдің төменгі жиегіне, мынау біз тұрған көпір, мына жерде бізде көпір мен сопақша мидың шекарасы. Яғни алдыңғы төменгі жағынан пирамиданың қиылысы, алдыңғы жоғары жағынан көпірдің төменгі жиегі. Одан кейін мына алдыңғы төменгі шекарасын айтады. Шүйде сүйегінде бізде үлкен тесік орналасқан, сол тесік деңгейінде, не болмаса жұлынның бірінші сегмент шыққан деңгейінде дейді кітаптарда, бірақ негізгі анатомиялық шекарасы бұл бізде пирамидалар қиылысы. Декусатия пирамидиум деп аталады. Одан кейін артқы жоғарғы шекарасы, бұл ми жолақтары, мына бір суреттен көрініп тұр. Яғни бұл біздің шүйдеміз бар ғой. Осы шүйдемізден қараған кезде осы біз ми жолақтарын көреміз. Соның өзінде мына біз миышықты алып тастап, сосын барып қараған кезде осы ми жолақтары көрінеді. Осы бізде сопақша мидың жоғарғы шекарасы, артқы жоғарғы шекарасы. Ал артқы төменгі шекарасы сезімтал жолдардың қиылысы. Сезімтал жолдар жұлынның артқы жіпшесі арқылы, яғни бізде екі түрлі неме бар, жіпше бар. Fasciculus cuneatus және fasciculus gracilis деген, жіңішке және сына тәрізді жіпшелер. Осылар бізде өткізгіштік жолдар, олар сезімталды өткізгіш жолдар жолында айтқан болатынбыз. Яғни біздің терімізде не болмаса проприорецепторларды сезу арқылы олар рецепторлар қабылдап импульсті сол fasciculus gracilis et cuneatus арқылы бізде жоғары қарай өткізеді. Осылар былай көтеріліп келе жатады да сопақша ми мен жұлынның ортасына келгенде бір-бірімен қиылыс жасайды, яғни қарама-қарсы жаққа өтеді. Осының қиылысқан жері бізде сопақша мидың төменгі артқы шекарасы болып табылады. Бұлардың да бір өзінің физикалық мәні бар, яғни қандай да бір патологиялық өзгерістер болатын болса, мысалы адамның оң жақ ми зақымданатын болса, оның сол жағындағы сезгіштік төмендейді, не болмаса сол жағы зақымданса, оң жағындағы сезгіштік төмендейді деген секілді өзінің бір физикалық мәндері, патофизиологиялық мәндері бар. Оны
алдағы сабақтарда физиологиясында біз толығымен тоқталатын боламыз. Енді тағы бір қайталайық. Алдыңғы төменгі шекарасы бұл пирамиданың қиылысы, алдыңғы жоғарғы шекарасы көпірдің төменгі жиегі, артқы жоғарғы шекарасы бұл милық жолақтар, ал артқы төменгі шекарасы бұл сезімтал жолдардың қиылысы. Енді сопақша мидың алдыңғы, артқы және бүйір беттерін ажыратады. Мынау бізде алдыңғы, одан кейін нерв талшықтары шығып тұрған бұл жерде бүйір беттері, және де оның мынау артында тұрған бізде сопақша мидың артқы беті болып табылады. Осы жер бізде сопақша ми. Енді алдыңғы бетінде не көреміз? Алдыңғы бетінде бұл тура жұлын секілді, ортасында бізде алдыңғы орталық саңылауы өтеді. Фиссура медиана антериор. Міне. Одан кейін осы фиссура медиана антериордың жанында екі валик тәрізді шығыңқылар бар. Ол бізде пирамидалар деп аталады. Пирамидалар, яғни бұл жерде арқылы бізде кортикоспинальды жол өтеді. Трактус кортикоспиналис, яғни қыртыс жұлындық жол. Бұны біз бүкіл сабақтарды мидың құрылымдарын өтіп болған соң барып жолдарға біз тоқталамыз. Осы кезде олардың қызметтеріне, не үшін олар қиылыс жасайды, солардың бәріне тоқталатын боламыз. Қазірше тек қай жерде не бар, соны түсіну керек. Яғни мынау бізде пирамидалар. Мынау алдыңғы орталық саңылау, осының екі шетінде екі пирамида орналасады. Одан кейінгісі бізде алдыңғы латеральды жүлге. Алдыңғы латеральды жүлге сулькус антеролатералис. Бұл пирамида мен оливияны бөліп отырады. Мынау бізде пирамида, оның жанында тағы бір шығыңқы, ол бізде оливиялар деп аталады. Сопақша мидың артқы бетінде. Жалпы сопақша ми ол жұлынның тікелей жалғасы болуына байланысты олардың негізгі сыртқы макроанатомиясы бір-біріне сәл-сәл ұқсас болып келеді. Яғни біз жұлынды айттық. Жұлынның артқы бетінде артқы орталық жүлге орналасады дедік. Артқы орталық жүлге сулькус медианус постериор, және де оның осының екі шетінде бізде жіңішке буда орналасады. Fasciculus gracilis. Одан кейін бізде артқы аралық жүлге кетеді. Sulcus intermedius. Одан кейін sulcus intermediustан кейін бізде сына тәрізді буда кетеді. Fasciculus cuneatus. Мынау бізде fasciculus cuneatus екі шетінде. Одан кейін fasciculus cuneatustан кейін бізде бұл бізде артқы жіпше болатын болса, енді осы бүйір жіпшеден бөліп тұратын, ол бізде артқы латеральды жүлге sulcus posterolaterales. Міне мұнда орналасқан. Sulcus posterolaterales не болмаса sulcus dorsolaterales деп аталады. Енді осы жіңішке және де сына тәрізді будаларға келетін болсақ, осы жіңішке және сына тәрізді будалар бұлар жоғары қарай келеді де, оларда төмпек пайда болады. Бұл төмпек дегеніміз бізде нейрондардың жинақталуы. Яғни бұл төмпек туберкулум грацили және де туберкулум cuneatus, яғни өз аттарымен аталады. Және де осылардың ішінде бізде өзінің аттас ядролары орналасады. Яғни біз не деп айттық? Жұлын анатомиясында нейрондардың жиналуы ол ядроларды құрайды және де сұрзатты құрайды. Орталық жүйке жүйесінің сұрзатты және де ядроларды құрайтын бұл бізде нейрондардың жиынтығы. Дәл осылай осы жерде бізде нейрондар жинақталады. Соның әсерінен бізде nucleus gracilis және де nucleus cuneatus деген екі ядро болады. Бұл nucleus жалпы fasciculus gracilis және fasciculus cuneatustың негізгі қызметі бұл проприорецепторларды мишыққа қарай жеткізу, яғни біздің санамызға бағынбайтын буындардан, сіңірлерден, бұлшықеттерден алатын нерв импульстарын жұлын арқылы олар мишығымызға жеткізеді. Осы арқылы біз координациямыз дұрысталады. Жалпы олардың қызметтеріне біз мидың физиологиясын айтқан кезде толығырақ тоқталамыз, яғни мишықтың қызметіне, сопақша мидың қызметіне деген секілді. Қазір тек түсінік қалыптастырып кетеміз. Енді осылардың мишыққа қарай жібереді дедік, яғни бұлар қалай жібереді? Осы немеден жіңішке және сына тәрізді будалардан шыққан нерв талшықтары олар мишыққа қарай кетеді, және де осы кеткен нерв талшықтарын біз мишықтың төменгі аяқшасы деп атайтын боламыз. Яғни біз мишықты өткен кезде айтамыз, мишықтың жоғарғы, ортаңғы, төменгі аяқшалары бар деп айтамыз. Осы төменгі аяқшаларының негізгі нерв талшықтары осы fasciculus gracilis et cuneatus осы екеуі құрайтын болады. Яғни бұл арқылы бізде проприорецепторлар өтеді, яғни санамызға бағынбайтын. Санамызға бағынатын жолдар бар, оны біз сәл кейінірек тоқталамыз. Одан кейін бізде бұл мидың мишықтың
төменгі аяқшасы бұл ромб тәрізді шұңқырдың төменгі үш бұрышын құрайды деп айтады. Жалпы ромб тәрізді шұңқыр дегеніміз не? Бұл мидың қаншалық жүйесі. Оған біз қазір сопақша миды өтіп жатырмыз, одан кейін көпірді, одан кейін миышықты айтқан соң бізде ромб тәрізді шұңқырды айтатын боламыз. Жалпы ромб тәрізді шұңқыр дегеніміз бұл мидың қаншалық жүйесі деп айттық. Енді бір комнатаны елестетейік көзімізге. Енді соның бізде едені бар. Осы едені бізде ромб тәрізді шұңқыр. Ал жан-жақтағы қабырғасы, оның төбесі, ол бізде қарыншаның іші. Яғни біз төртінші қарыншаның ішіне кіріп отырдық. Төменге қараймыз, еден. Еденде бізде мына көріп тұрған бізде ромб тәрізді шұңқырдың төменгі үш бұрышы. Мынау бізде жоғарғы үш бұрышы. Бұны көпір құрайды. Мына жерде сопақша ми құрайды. Жоғарғы жағында миышық. Яғни біз потолокқа қараймыз, ол жерде миышық орналасқан. Төменге қараймыз, сопақша ми және де көпір орналасқан. Жан-жағымызға қараймыз, яғни қабырғалары ол бізде миышықтың аяқшалары. Ал жоғарғы аяқшасы, төменгі аяқшасы дәл солай бізде миышық аяқшалары қабырғаларын құрайды. Төменнен жоғарыдан миышық құрайды, төменнен яғни еденнен бізде сопақша ми және де көпір құрайтын болады. Осылай бізде төртінші қарынша қалыптасады. Оған біз кейінірек тоқталамыз. Бұл жерде ядролар орналасады. Яғни бізде ядролар проекциялар. Яғни сопақша мида неше ядро бар, көпірде қанша ядро бар, ортаңғы мида қанша ядро бар, осылардың бәрі ромб тәрізді шұңқыр деп аталады. Яғни біз еденге қараған кезде сол ядролардың проекцияларын көруіміз керек. Яғни сопақша ми зақымдалды. Демек бізде 9-шы, 10-шы, 11-шы, 12-ші нервтердің ядролары зақымданды. Яғни олардың функциялары бұзылды. Жалпы біздің бас ми нервтері деген бар, 12 жұп бар. Соның екеуінің, яғни біріншісі мен екіншісінің ядролары жоқ. 3 пен 4 ол бізде ортаңғы мида орналасқан, 5, 6, 7, 8 бұл бізде көпірде орналасқан, 9, 10, 11, 12 ол бізде осы сопақша мида орналасқан. Яғни ромб тәрізді шұңқырдың төменгі шекарасы. Төменгі үш бұрышы. Енді жоғарыда атап өттік, сопақша мида 9, 10, 11, 12-ші нервтер орналасады. Енді осы 9, 10, 11-ші нервтер сопақша мидың бүйір жіпшесінен шығады. Міне, біз айттық. Бүйір жіпшесі. Мынау 9, одан кейін 10, одан кейін 11-ші. Ал 12-ші бас ми нерві бұл бізде пирамида және де оливияның арасынан шығады. Алдыңғы латеральды жүлге арқылы. Келесі бізде сопақша мидың ядролары. Яғни біз бірінші сабақта айтқан болатынбыз жұлын анатомиясында нейронның денелері ол бізде мидың сұр затын құрауға қатысады. Және де олар көптеп жиналу ол бізде мида ядролардың қалыптасуына алып келеді. Яғни енді сопақша мидың ядроларын тоқталатын болсақ, сопақша мида бірнеше ядролар бар. Олар оливиялық ядро. Ол тепе-теңдікті реттеуге қатысады. Координация емес, координация бізде миышық реттеп отырады. Яғни тепе-теңдікті реттеуге қатысады. Нерв талшықтары арқылы миышықтың төменгі аяқшаларымен және жұлынмен байланысады. Нерв талшықтары арқылы миышықпен және жұлынмен байланысады. Яғни оливиялық ядро ол оливияда орналасады. Одан кейінгісі бізде екіншісі nucleus gracilis et cuneatus, яғни жіңішке және де сына тәрізді ядролар. Олардың 80% талшықтары орталыққа қарай жүре отырып бір-бірімен айқасады. Сол жерде олар медиалды ілмекті құрайды. Lemniscus medialis, медиальная петля, яғни соны түзеді. Сол арқылы пропиорецепторлардан келген сигналды ми қыртыстарына жібереді. Және де біз айттық. Олар пропиорецепторларды миышықтың төменгі аяқшалары арқылы бізде миышқа жібереді дедік. Ол ми қыртысына бармайды, яғни біздің санамызға бармайды. Ал мына 80% нерв талшықтары бір-бірімен айқасады. Сол жерде олар медиал ілмек құрайды. Сол арқылы олар біздің миымыздың қыртыстарына жібереді. Яғни біз аяғымыздың қай жерде тұрғанын сезе аламыз. Ол жерде оған қарамайды. Мысалы, біздің тіземіз бүйтіп бүгіліп тұр, біз оған қарамайды, тіземіздің бүгіліп тұрғанын сезе аламыз. Осы бізде lemniscus medialis'тің қызметі, не болмаса орталыққа қарай жүрген жолы деп атауға болады. Қалған 20% нерв талшықтары айқаспай оливияға барып миышықтың төменгі аяқшаларына қосылады. Яғни жоғарыда айттық, миышықтың төменгі аяқшасын құрауға қатысады. Одан кейін тағы бір ядролар бар. Олар біз айттық 9-шы, 10-шы, 11-шы, 12-ші бас ми нервтердің ядролары. Олар бізде ромб тәрізді шұңқырдың төменгі үш бұрышында не болмаса сопақша мида орналасады.
яғни ромб тәрізді шұңқырдың төменгі үш бұрышының проекциясы бұл бізде сопақша ми. Соған байланысты бізде сопақша мида 9, 10, 11 және 12 нервтердің ядролары орналасады. Және де бізде 9-шы, 10-шы нервке ортақ ядро бар, ол бізде нуклеус амбигиус деп аталады. Оны біз ромб тәрізді шұңқырда өткен кезде бүкіл ядроларға қай жерде қайсы ядро орналасқан соның бәрін тоқталамыз. Сол кезде осыған тағы да бір көрсететін боламыз, яғни нуклеус амбигиус. Одан кейін бізде торлы құрылым бар. Формация ретикулярис дейді. Қызметі әлі толық белгілі емес. Негізі бұл трансформация қызметін, яғни сүзгі қызметін атқарады. Яғни бізде көп деген импульстарды қабылдаймыз сыртқы денеден, оның бәрін біздің ми қыртысымыз ести бермейді. Осы торлы формация соларды ұстап қалып отырады, және де кейбір информацияларды миға қарай жіберуге, кейбір информацияларды ұстап жойып жіберуге қатысады. Және де бас ми нервтермен байланысты жұмыс жасайды. Бұл дегеніміз бізде кейбір орталықтар бар, мысалы тыныс алу орталығы деген бар, ол сопақша мида орналасқан деп біз тыныс алғанымызды негізі байқамаймыз. Бұл негізі норма, яғни біздің тыныс алуымыз өзімізге сезілмеу керек. Бұл норма жағдайында, яғни сопақша ми өзінің жұмысын нормально атқарып отыр деген сөзді білдіреді. Ал егер де біз тынысымызды сезетін болсақ, мысалы тыныш отырамыз деп өзімізден өзіміз тұншығып қалатын болсақ, онда бізде сопақша ми өз жұмысын дұрыс атқара алмай жатыр деген сөз. Яғни бізде сопақша мида орталықтар бар, бірақ олардың ядролары жоқ. Кейбір мұғалімдер айтуы мүмкін, тыныс алу орталығы қайда дейді. Оны сопақша мида дейді. Яғни ядролар бар ма дегенде, тыныс алудың ядролары жоқ деп айтамыз. Яғни осы торлы құрылым және де бас ми нервтері бәрі бірге осы тыныс алу орталығы, тамырды кеңейту, тарылту орталықтары осы сопақша мида орналасқан, бірақ олардың ядролары жоқ. Яғни сопақша мида орталық бар, бірақ ядро жоқ. Енді бұларды біз көлденең кесіндіде қарайтын болсақ, яғни мынау бізде адамның артқы жағы, яғни желкесі, оны адамды ішіне креслоға жатқызғанда мына жерінен кесіп қарап отыр. Осы бізде көлденең кесіндісі. Мынау бізде жаңа жоғарыда атап өткен 4-ші қарынша. Үстінде миші орналасады. Мынау бізде пирамидалар, мынау оливиялар, бүйір жіпшелері, мынау бізде остикулус куниатус және де грацилистер. Енді мына жерде жазылған бойынша айтайық, яғни кейбірін ұмытып қалмас үшін. Яғни бізде 4-ші қарынша ventriculus quadratus. Яғни 4-ші қарынша бұл жерде ликвор ағады. Бұл ликвордың айналым ары қарай жұлынға қарай эпидуралды кеңістікке, жұлынның орталық өзегі арқылы ликвор айналып отырады. Яғни 4-ші қарынша. Қарыншаларға біз соңынан тоқталамыз. Fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, міне атап өткендей, және де осылардың ядролары. Одан кейін tractus spinocerebralis posterior, яғни артқы жұлын мишықтық жол. Бұл енді сопақша ми, қараңыздар, асты жұлын орналасқан, соған информация өткізу керек. Және де жоғарыда қаншама құрылымдар орналасқан, бұның барлығын біз сопақша мида көру мүмкін емес. Яғни ол бүкіл жолдар осы сопақша ми арқылы өтетін болады. Яғни біздің координациямыздың, аяғымыздың бұлшықеттерінің жиырылуы барлығы осы мишық арқылы мысалы басқарылатын болса, осы сопақша ми арқылы бізде жұлынға, жұлыннан ары қарай немелерге қарай өтетін болады. Бұлшықеттерге, сіңірлерге деген секілді. Яғни бұлардың барлығын бізде жаттап алу мүмкін емес, тек түсіну керек, осы жерден осындай жол өтеді деген секілді. Яғни tractus spinocerebralis posterior, артқы жұлын мишықтық жол. Яғни бұл проприорецепторға жауап береді. Одан кейін tractus spinalis nervi trigemi, яғни ішкі нервтің жұлындық жолы. Бұл жолдардың барлығымыз қазір атап өтеміз. Одан кейін бүкіл мидың құрылымын атап өтіп болған соң біз бұларға қайтадан тоқталатын боламыз. Яғни қандай жол, қандай қызметіне, солардың барлығын тоқталатын боламыз. Одан кейін nucleus spinalis nervi trigemi дейді. Яғни ішкі нерв деген біздің 12 жұп бас ми нервінде 5-ші жұп нерв бар, аты ішкі нерв деп аталады. Нервус тригемиус. Осының 4 ядросы бар. Соның біреуі бізде ішкі нервтің жұлындық ядросы, nucleus spinalis nervi trigemi. Бірақ бұл негізгі ядросы, ол ішкі нервтің ядролары, ол негізінен
көпірде орналасқан, яғни 5, 6, 7, 8 бізде көпірде орналасқан. Бірақ та бұл ішкі нервтің жұлындық ядросы бұл үтірге ұқсас болады, яғни ұзын созылған болады. Соның әсерінен бұл сопақша мидың кесіндісінде де бізге көрінуі мүмкін. Ары қарай оның мысалы нуклеус мезенцефалика нейробетрогемия деген бар, ол ортаңғы мида көрініп тұрады. Яғни кесінділерге байланысты. Мына жерден кескен кесінді бірнеше ядроларды көрсетуі мүмкін, бірнеше ядроларды көрсетпей қалуы мүмкін. Соған байланысты кейбір ядролар табылмай жатса, көрінбей жатса, не болмаса қосымша бір ядролар пайда болып жатса, онда абыржып, қобалжып, сасқалақтап қалудың қажеті жоқ. Қалай бар, солай айту қажет. Яғни қай жерден кескенге байланысты ядролардың орналасуы әртүрлі болады. Одан кейінгісі орналасқан бізде трактус солитариус нуклеус, яғни жалғыз ядроның жолы. Яғни бізде 7-ші, 9-ші, 10-ші бас ми нервтеріне ортақ бір ядро бар, оны нуклеус солитариус деп атайды. Яғни біздің тіліміздің сезуі, тілдің алдыңғы 3/2 бөлігі, сезімталдығы, жұмсақ таңдайдың сезімталдығы, жұтқыншақтың сезімталдығы, осы бізде осы ядроға байланысты осы жерден бізде импульстар қабылдап, ары қарай миымыз оны қорытып, оған да біз толығымен тоқталамыз. Қазірше аса бір басты қатырып қажет жоқ, тек мына кесіндеде қандай құрылымдар бар, мен соған тоқталып жатырмын. Одан кейінгісі бізде нуклеус оливарис, яғни оливия тәрізді ядро. Бұл оливияда орналасады деп айттық, яғни бұл жерден оливоспинальский деді, бұл бізде тепе-теңдікті сақтауға қатысады, тепе-теңдікті дұрыстап реттеп отырады. Одан кейінгісі бізде оливия деп тұр. Оливия, яғни пирамидадан кейін бізде алдыңғы латеральды жүлге бар, одан кейін ары қарай оливияға ұласып кетеді. Аса бір қиындығы жоқ. Одан кейін нуклеус постериор нерви ваги деген бар. Яғни 10-ші жұп нерв бізде нервус вагус деп аталады. Осының артқы ядросы орналасқан, мына жерде көрінген. Одан кейінгісі бізде трактус кортикоспиналис антериор, яғни кортикоспиналис, қыртыс жұлындық алдыңғы жол. Бұл біздің санамызға бағынады, яғни біз тұрып жүреміз, қолымызды қимылдатамыз, билейміз деген секілді. Осының бәрі трактус кортикоспиналис арқылы басқарылып отырады. Одан кейін бізде руброспиналис, тектоспиналис деген секілді тағы да жолдар бар. Олар бізде экстрапирамидалық жолға жатады. Мұны бізде пирамидалық жол. Бұлардың барлығын біз өткіш жолдарды айтқан кезде толығымен айтамыз. Яғни пирамида бұл біздің еркімізге бағынатын қимыл қозғалыстар. Экстрапирамидалық қозғалыстар деген бар, яғни жолдар деген бар. Ол біздің миымызға бағынбайды, яғни біз еркіміз басқара алмаймыз. Мысалы, машина келіп сигнал басқан кезде біздің жалт қарауымыз, не болмаса жолдан қашуымыз деген секілді экстремный болатын жайттардың бәрі бұл экстрапирамидалық жолға жатады. Ал пирамидалық жолдарды біз еркімізбен басқара аламыз. Қазір мен тұрамын, кетіп қаламын деген, бұл бізде пирамидалық жол арқылы реттеледі. Одан кейін лимнискус медиалис. Лимнискус медиалисті айттық біз нуклеус куниатус және нуклеус грацилис және куниатустан бізде нерв талшықтарының 80% бір-бірімен қиылысады дедік. Мына жерден екеуі келеді, бір-бірімен қиылысады. Осы жерде бізде медиалды ілмек түзіледі. Осы медиалды ілмек лимнискус медиалис деп аталады. Одан кейін бізде нуклеус нерви гипоглосси деген бар. Яғни гипоглосси деген бізде тілдің асты деген сөз. Бұл бізде 12-ші жұп нерв, нервус гипоглоссус. Соның ядросы орналасқан. Яғни біз айттық 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші бұл сопақша мида орналасады. Демек сопақша мида 12-ші нервтің ядросы нуклеус нерви гипоглосси. Және де мына жерде біз айттық, басында айттық, оливия мен пирамиданың арасында бізде не шығады дедік, 12-ші бас ми нервінің түбірі шығады дедік. Міне мынау бізде пирамида, міне оливия, міне екеуінің ортасында бізде 12-ші бас ми нерві, нервус гипоглоссус шығып отыр. Одан кейін бізде қайтадан оливия, одан кейін мына жерде бізде 9-ші, 10-ші, 11-ші нервтер шыққан. Нервус вагус бұл бізде 10-ші нерв, кезбе нерв. Осылай бізде
тоғызыншы, оныншы, 11-ші нервтер бұлар бізде бүйір жүйкесі арқылы шығады деді. Одан кейін бізде мына жерде жазылып тұр нуклеус амбигиус. Амбигиус деген яғни 9 пен 10-шы нервтерге ортақ ядро, яғни міне орналасқан нуклеус амбигиус. Одан кейін бізде трактус спиноцеребралис антериор дейді. Мына жақта бізде постериор тұрған болса, мына жағында антериор, яғни жұлын мишықтық жол. Біз жолдарға қазір аса бір мән бермейміз, соған байланысты мен жай өтіп бара жатырмын. Одан кейін мына жерде төртінші қарынша не болмаса бұның мына жері ромб тәрізді шұңқыр деп аталады. Мына бір суреттен көрінген ромб тәрізді шұңқыр. Ал былай қараған кезде бұл кесіндіге осылай түскен, яғни төртінші қарынша. Енді ядролар тағы бір қайталап өтейік. Яғни қандай ядролар бар? Собақша мида оливия бар, оливиал ядро бар. Собақша мида жіңішке буда бар, жіңішке ядро бар, нуклеус грацилис. Одан кейін сына тәрізді ядро бар, яғни сына тәрізді будада орналасқан нуклеус куниатус. Одан кейін бізде неме ядро бар, 9-шы, 10-шы, 11-ші, 12-ші нервтің ядролары. Яғни 9-шы нерв бұл тіл жұтқыншақ нерві, глоссофарингеус. Одан кейінгісі 10-шы кезбе нерв, нервус вагус. 11-ші нерв бұл бізде қосымша нерв, добавочный. Не болмаса нервус аксессориус. 12-ші нерв тіл асты нерві, гипоглоссус. Яғни оливия, грацилис, куниатус. Одан кейін 4 бас ми нервінің ядросы орналасқан, яғни жалпы 7 ядро орналасқан. Сонымен осы айтасыздар торлы формация. Одан кейінгісі бізде енді көпір.